модерн қоғам дейміз, ол қазіргі модерн қоғам келген кезде діндарлық деңгейі көтеріліп кетеді әлем бойынша. Суицидтар көбейген, былай айтқан кезде суицидтар көбейген, ол Эмиль Дюркгеймнің суицид еңбегінен көруге болады. Суицидтар кімде көп дегенде діндарлығы төмен адамдарда суицид өте көп, діндар адамдарда аз болған. Біз Қазақстанды айтатын болсақ, біздің Қазақстанда біз шыны керек мынау отаршылдықты колониядан шыққан халықпыз ғой, Орта Азия, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты. Бізде негізі үлкен травма алған халықпыз. Бізде тыйымдар көп болған, бізде комплекстер бар әлі күнге дейін. Бір нәрседен бірінен тыйып тастаса, адам соған құштар болады ғой, былай кезде. Дін де сондай супермаркетке айналып отыр біздің қоғамда. Бізде қазір отырып, Қазақстанда отырып, жаңағы Америкадан келген мормондарды, Индиядан келген жаңағы индуизм немесе Кришна деген сияқты, Ираннан келген Бахайды көре аламыз өзіміздің қоғамда. Бізде таңдау бар. Зайырлы мемлекет болғаннан кейін бізде де маркетке барып қандай зат алғың келсе, дінде де сондай таңдау бар. Бұл дінде таңдау болғаннан кейін міндетті түрде конверсия болады. Діни алуандылық. Қазіргі кезде шіркеулер, кішігірім шіркеулер бар. Кішігірім шіркеулердің ішінде 100% қазақтар келетін шіркеулер ашылуда қазір. 100% қазақтар келеді, және де қазақ шіркеу деп те атасақ болады. Болашақта бұлардың саны көбеюі мүмкін. Кішігірім қазақ шіркеулері ашылады. Тек қана қазақ тілінде. Сол сияқты жастардың арасында бірнеше дін ауыстырғандар да кездеседі. Бір шіркеуге барып көреді, ол ұнамаса мынаған барып көреді, сондай мәселелер кездеседі. Қайырлы күн, Ақшам подкастының көрермендері. Міне біз бүгін кезекті түсірілімімізді бастағалы отырмыз. Енді бізде дін мәселесі зерттеу орталығы болғасын. Әрине, дінтану саласында біз зерттейміз. Осы мәселелерде біз сөздер қозғаймыз, сұрақтарымыз бар деген сияқты. Жалпы әлемдік деңгейдегі болсын, еліміздегі деңгейде болсын, діндарлықтың бағыты, діндарланудың қазіргі уақыттағы негізгі түйткілді мәселелері, сонымен қатар мына дінтану саласының ішінде ең маңызды бір тақырыптардың бірі діни конверсия, яғни дінді ауыстыру. Белгілі бір діннен екінші дінге өту, оның әлеуметтік жағдайы, оның кейбір қандай мәселелерді туындайды, осы мәселеде жалпы дінтану оны зерттейді, дінтану саласы. Сол мәселелерді біз бүгін сөз қозғамақшымыз. Бұл меніңше осындай сұхбаттар өте аз, сондықтан да соңына дейін тыңдауға кеңес беремін сіздерге. Енді бүгінгі қонаққа келіп отырған бізге Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің дін әлеуметтану бағыты бойынша PhD доктор, сол Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы Қалиев Қасқырбек Киікбайұлы. Қош келіп жатсыз. Қош көрдік. Осындай қарбалас кезеңде уақыт бөліп келіп бізге сұхбат беремін деп келіскеніңізге көп рахмет етемін. Сіздерге де көп рахмет шақырғандарыңыз үшін, білгендеріммен бөлісуге дайынмын. Жалпы бағана айтып отырған діндарлықтың деңгейі, діни конверсия деген өте маңызды ғой. Бірақ көп қоғамда да, жалпы әлеуметтік желіде де көп қозғала бермейтін тақырыптар. Неге десеңіз, ол діни конверсия болсын, ол тақырыптар терең зерттеген маманның өзі тапшы қазіргі уақытта. Соған байланысты сізді шақырып отырмыз. Енді мынандай бірінші сауалым сізге. Жалпы 15-20 жылда соңғы елімізде діндарлықтың деңгейі артуда деп, ол статистикада да бар, бағанағы белгілі бір. Енді біздің елде орын алып жатқан осы діндарлықтың деңгейі бұл әлемдік тенденция ма, әлде тек қана біздің Қазақстанда ма орын алып жатқанда? Осы мәселені ашықтайықшы. Бұл мәселеге кірмес бұрын бірінші діндарлық мәселесін қарастыруымыз керек. Ғылым, білім дамыған кезде жаңағы діндарлықтың деңгейі төмендеді деген болжамдар бар. Ол мемлекеттік саясатқа айналған. Естеріңізде болса, ғалымдар кеңес үкіметі кезде діндарлық деңгейі төмен болды. Ол мысалы Иранда да төмен болды ол кезде. Ауғанстан, қазір бір видеолар бар ғой,
900-1800 жылдардағы Иранды қараңыз, қазір қараңыз дейді. Одан кейін мынау Түркия мемлекетіне Ататүрік билікке келген кезде діндарлық деңгейі төмендеді. Европада да біраз жаңағы ғылым білімнің дамуымен осы діндарлық деңгейі төмен түскен болатын бүкіл әлем бойынша. Бірақ бұл жерде ғалымдар бар. Көптеген ғалымдар айтады, мынау ғылым, білім дамыған сайын діндарлық, Құдайға сену төмендейді дейді. Себебі адамдар бұрын кезде жаңағы табиғи құбылыстардың қорыққандықтан дінге келетін, Құдайға сенетін, бір күштен көмек сұрайтын деп ойлайтын. Қазір бізде мынау былай айтқан кезде бір жақсы өмір, люкс өмірге адам келген сайын Құдайын ұмытады деген болжамдар жасайды. Бірақ Питер Бергер деген социолог ғалым бар. Сол кісі де осындай болжам жасайды, бірақ соңында бұл кісі бұл ойынан қайтады. Керісінше мынау модерн қоғам дейміз, ол қазіргі модерн қоғам келген кезде діндарлық деңгейі көтеріліп кетеді әлем бойынша. Бүкілі таңғалады. Себебі мынау модерн қоғам жаһандану келген сайын жұмыс өте көбейеді. Адамдарда қарым-қатынас проблемалар, мәселелер туындайды. Мен өзім психология сабақтарынан берген кезде де адам робот емес, адам сезімтал, адам шаршайды, эмоция бар, олардың бәрін шығару керек. Адам қиналған кезде оны сезінеді. Адам қоғамда өмір сүргеннен кейін қайғы бар, қасірет бар, қаншама қиындықтар бар. Осы кезде бәрібір белгілі бір күшті іздей бастайды. И қоғамда қазіргі таңда әсіресе екінші дүниежүзілік соғыстан кейін өте үлкен стресс алады әлемнің адамдары. Өте сол мынау жаңа діни ағымдардың қазір шығу уақытын қарасаңыз, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін шыққан, Америкадан шыққан, бүкіл әлемде бір тіпті мынау кеңес үкіметін қарасақ та, дінге тыйым салынған кеңес үкіметі соғыс кезінде исламға рұқсат берген ғой, мешіттерді қайттан ашқан. Адамдар ана соғысты көтере алмаған психологиялық тұрғыдан. Сол кезде әлемде бүкіл дінге бет бұру қайтадан бастау алады. Одан кейін мынау қазіргі кезде жаһандану, әсіресе мынау завод, фабрикалар ашыла бастады көптеген. Сол кезде адамдар жаңағы 8 сағат, 10 сағаттық жұмысқа шыдамаған біраз. Ең басында суицидтар көбейген. Былай айтқан кезде суицидтар көбейген, ол Эмиль Дюркгеймнің суицид еңбегінен көруге болады. Суицидтар кімде көп дегенде діндарлығы төмен адамдарда суицид өте көп. Діндар адамдарда аз болған. Осындай мәселелер қоғамда туындағаннан кейін, ол ең басында жаңағы психологтар мен және де психологиялық ауытқуы бар адамдардың саны да көбейеді. Психологтар көп шығады осы уақытта. Содан кейін барып көптеген психологтардың айтуы бойынша дін адамды сабырға шақырушы, үміт сыйлаушы, былай айтқан кезде. Сол үшін кейбір дәрежеде психологиялық ауыртпалықтарды жеңуге көмектеседі деген. Содан кейін әлемде діндарлық деңгейі былай айтқан кезде өсе бастайды. Одан кейін енді біз Қазақстанда айтатын болсақ, біздің Қазақстанда біз шыны керек мынау отаршылдықты колониядан шыққан халықпыз ғой, Орта Азия, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты. Бізде негізі үлкен травма алған халықпыз. Бізде тыйымдар көп болған, бізде комплекстер бар әлі күнге дейін. Бір нәрседен бірінен тыйып тастаса, адам соған құштар болады ғой, былай айтқан кезде. Содан кейін бізде қазір тәуелсіздік алғаннан кейін діни жаңғырулар басталды, жанданулар бастады. Былай айтқан кезде өте қатты байқалады. Әсіресе жастарда бұл өте қатты байқалады. Одан кейін екінші мәселе, қазір әлем, мынау жаһандану әлемінде бір нәрсе орнында тұрмайды. Бұл айтқан кезде бұрын тек Қазақстанда басым бөлік қазақтар өмір сүретін, мұсылмандар тұратын болса, қазір бізде 18 конфессия бар. Ол қайдан келді? Осы жаһанданудың әсерінен. Мысалы, бір ғалымдардың күшті бір теңеуі бар жаһандану несін түсіндіру үшін. Мысалы, бұрын тіпті кеңес үкіметі кезінде біздің маркеттерде, супермаркеттерде аз ғана түр заттар сатылатын. Қазір экспорттан келген өте импорттық заттар өте көп. Мысалы, біз осы жерде отырып Американың тамағын ше береміз, немесе Қытайдың, Жапонияның тамақтарын ше береміз. Сол сияқты қазір дінде сондай супермаркетке айналып отыр біздің қоғамда. Бізде қазір отырып, Қазақстанда отырып, жаңағы Америкадан келген мормондарды,
Индиядан келген жаңағы индуизм немесе Кришна деген сияқты, Ираннан келген Бахайды көре аламыз өзіміздің қоғамда. Бізде таңдау бар. Зайырлы мемлекет болғаннан кейін бізде де маркетке барып қандай зат алғың келсе, дінде де сондай таңдау бар. Бұл дінде таңдау болғаннан кейін міндетті түрде конверсия болады. Діни алуандылық айтқан кезде. Сол үшін бізде жаңағы отаршылдықтың әсерінен діндарлық көбейді, және де бұл әлемдік тенденция деп те айтса болады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бүкіл әлем бойынша діндарлық көтеріле бастады былай айтқан кезде. Енді мана діни конверсия бойынша сұрақ бастап кеттіңіз ғой өзіңіз. Жалпы білем, сіздің жалпы діни конверсия бойынша зерттеуіңіз бар, мақалаларыңызды көріп жүрміз. Соған байланысты вообще жалпы діни конверсияның әлеуметтік жағдайлары қандай? Көбіне қандай жастағы, қандай топтағы адамдар бетбұрыс жасайды дінін ауыстыруға? Мысалға, көбіне көп біздің еститініміз христиандық діннен ислам дініне өткен. Орыс ұлты да бар, оның ішінде деген сияқты. Осы мәселелерді мысалы батыс өңірде кездеседі бізде мысалға. Жалпы конверсия феномені қазір Қазақстан емес, бүкіл әлемде болып жатқан феномен ғой, бірақ Қазақстанға қазір енді көбейіп жатыр. Жаңа айтып өткендей 18 конфессия бар. 18 конфессияның барлығында дерлік қазақтар бар. Айтқан кезде қазақтың негізгі ұстанатын діні болмаса да, бұл қазіргі біздің жаңа қоғамда болып жатқан үрдістер, былай айтқан кезде. Енді бізде қазір шыны керек бір нақты статистика шығару өте қиын. Қазіргі таңда енді болжам статистикалар бар. Әрине біз басым бөлік мұсылмандар тұратындықтан исламға конверсиялану көп болуы мүмкін. Былай айтқан кезде мұсылманды қабылдап жатқан өзге ұлттардың саны, өйткені біз қоғам әсер етеді ғой. Әсер етеді. Әрине ол мұсылмандардың арасынан жаңа қазақтар ғой, басым бөлігі мұсылмандар. Ол ұлттардың санын бір байқамауымыз мүмкін. Мешітте басым бөлігі қазақтар жүреді бәрібір, дегенмен де. Енді менің негізгі зерттеп жүрген тақырыбым христиан дінін қабылдаған қазақ ұлты айтқанда. Бұл жерде мәселе кішкене басқаша. Себебі қазіргі кезде шіркеулер, кішігірім шіркеулер бар. Кішігірім шіркеулердің ішінде 100% қазақтар келетін шіркеулер ашылуда қазір. 100% қазақтар келеді, және де қазақ шіркеуі деп те атасақ болады. Болашақта бұлардың саны көбеюі де мүмкін. Кішігірім қазақ шіркеулері ашылады. Тек қана қазақ тілінде. Мен осыны зерттеу барысында тереңдетілген сұхбат алдым. Бұл қай қалаларда орналасқан, айта аласыз ба? Астана, Алматы, қазіргі таңда менің негізгі зерттеу. Қарағанды аймағында бар, мысалы, енді оңтүстікке әлі барған жоқ, мен оңтүстікті де зерттеп қарап көру керек, бірақ негізгі үлкен қалаларды қарастырып жатырмын осы мәселе бойынша. Сол жерде мен сұрақ қойдым да, енді бұл айтқан кезде сіздің шіркеуде осы шіркеуді ұстанатын, осы бағытты ұстанатын басқа ұлттар бар ма, қазақтар көп па деген сұрақ туындады да, соны қойған кезде бізде барлығы қазақ деді. 100%? 100% барлығы қазақ деді. Тек қазақ тілінде жүреді, 100% қазақ деді. Бұл дегеніміз қазақ шіркеуі, былай айтқан кезде қазақ шіркеуі. Одан кейін қазір Алматы қаласында да бар, Казак Church деген инстаграмдар бар, оны да мен контент анализ ретінде қарап жүрем. Ол жерде де тек қана қазақтар, атының өзі айтып тұр, қазақ шіркеуі былай айтқан кезде. Сол үшін бұл жерде бұл феномен қаттырақ байқалады. Өйткені тек қана қазақтар барады. Әрине бізде діни бостандық берілген, ол кісілердің заңды қалауы, таңдауы, онда бізде ешқандай не жоқ, бірақ қайшылық болмау керек. Енді ол кісілердің дегенмен де туысқандары бар, олар мұсылман болуы мүмкін, әрине олар бұл неге қалай қарайды. Отбасының ішінде біреуі христиан, біреуі мұсылман, біреуі тағы будда болып жатса, бұл да қайшылық тудыруы мүмкін ғой болашақта. Мысалы, әсіресе мынадай кезде қайшылықтар туындайды бұл кезде. Әкелері қайтыс болса, немесе ата-аналары қайтыс болған кезде, әр баласы өзінің діні бойынша жерлегісі келеді. Сол кезде қайшылық туындайды. Немесе тек қана бір ғана баласы болса, әкесін ол жаңағы өзі шешім қабылдап христиан несіне жерлегісі келеді.
Бірақ оның басқа туыстары қарсы болуы мүмкін деген сияқты мәселелер туындайды. Әйтпесе ол кісілердің өзінің таңдауы заңды түрде ол таңдауға құқығы бар, біздің мемлекетте осындай мәселелер бар. Дегенмен де бірақ мұсылманға конверсия жасау көп деп ойлаймын. Бұл бірегейлік деген мәселе бар ғой, діни бірегейлік. Исламға конверсияланған орыс немесе басқа ұлттар бұл менің ойымша бір аса қатты мәселе тудырмайды. Себебі бұл керісінше басым бөлік діни, мысалы Қазақстанда 80%-ға жуық деп айтамыз ғой, енді былай ислам дінін ұстанады. Сол үшін олар қазақ ұлтына керісінше жақын болуы мүмкін, өйткені діни жағынан. Ибн Халдун деген ғалым бар, сол кісі айтады, адамдарды бір-біріне біріктіретін, жақындастыратын ол діни ұстанымдары және туыстық ұлттық ұстанымдары дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін мысалы сіз шетелге шықсаңыз да бірінші қазақтарды іздейсіз, қазақ жақын болады танымасаңыз да, екінші өзіңіздің дініңізге жақын адамдармен жақындасуға тырысасыз, былай айтқан кезде. Көрдіңіз бе? Сол үшін бұл бір қатты проблема тудырмауы мүмкін. Керісінше басқа дінге өтіп кеткендердің арасында, қазақтар арасында бір қиыншылықтар туындауы мүмкін. Әрине ол мемлекет бұл жерде жақсы толеранттылық саясат ұстану керек. Өйткені әйтпесе бұл қиындық мәселелер туындайды бұл мәселеде. Енді адамдар дін не себепті ауысады? Мысалы сіз осы зерттеу барысында олармен сұхбат жасаған боларсыз, сұрақтар қойған боларсыз. Сол кезде себептері қандай? Жиі кездеседі, мысалға өзі ата-бабасы мұсылман болып келіп, христиан дініне өтудің жиі негізгі себептері қандай деп келеді? Жалпы әлемдік зерттеулерде діни конверсияның себептері өте көп, бұған әсер ететін факторлар көп, және де көп ғалымдар, бір қазақстандық ғалымдар да маған хабарласып, дискуссия жасағысы келді осы тақырыпта. Мен сіздің нелермен келіспеймін, мынадай мәселе бар, мен танысымда осы себепті ауыстырған деген нәрселерді айтты да. Бірақ көп ғалымдар айтады, бұл бірнеше фактор әсер етеді, сол үшін бұл тақырыпта дискуссия жасаған бір аса қатты сауатты нәрсе емес дейді. Себебі әр адамның жеке тәжірибесі бар. Дегенмен Қазақстанда әсер ететін бірнеше факторды мен анықтадым зерттеу барысында. Ол енді бірінші фактор ретінде діни сауаттылықты айтсақ болады. Христиан дінін қабылдағандардың ешқайсысы бұрын ислам дінімен аса қатты таныс адамдар емес. Тәрбие алмаған, былай айтқан кезде, көбінесе жаңағы кеңес үкіметінің ата-анасынан тәрбие алғандар, атеист болғандар, кейбіреулері де айтады маған, мен конверсия жасамағам дейді. Мен атеист болғам, сосын сұрасың не болдым дейді, христианға өттім дейді. Конверсия ұғымында мен конверсияны алған себебім бұл жерде конверсия дінсіз болып, дінге бет бұрса да конверсия болады. Бұл діни түсініктің өзгеруі ғой, былай айтқан кезде. Сол үшін бұның ішінде қарастырамыз. Бірінші жаңа сауаттылық, діни сауаттылық мәселесі, содан кейін екінші үйлену мәселесі бар бұл жерде. Басқа ұлтқа, дін өкіліне үйлену арқылы да конверсия жасап жатқандар жиі кездеседі. Одан кейін миссионерлік жұмыстар. Өте белсенді миссионерлік жұмыстар әсерінен. Мысалы, анау не бар ғой, бос ыдысты толтыру оңай ғой, былай айтқан кезде. Діни сауаттылық жоқ адамды жаңағы миссионер келіп, жаңағы өзінің дінін түсіндірсе, әсіресе қазір жаңа айтып өткендей, жаһандану мәселесінде, әсіресе қалалық орындарда қиындық көріп, рухани тоқырауда жүрген адамдарға бұл таптырмас құрал, бұл айтқан кезде. Ол кісіге кейбір кісілер бар, мысалы, бірінші буддист келсе, ол буддист болып кетуші еді. Ол кісіге, миссионері келсе. Бірінші оған жаңағы мормондар келсе, мормон болып кетеді, немесе католик болып кетеді деген сияқты ғой. Себебі бұл дайын жүрген адамдар. Бір орын таппай жүрген адамдар. Мысалы, кейбір кісілер бар, кәдімгідей стрессте, депрессияда жүрген кезінде миссионермен жолыққан. Оған осы депрессиядан шығу керек болған кез, ешкімге керек емеспін деп қиналып жүрген кезде, сен Исаға керексің деп бір кісі миссионерге жолығып қалады. Сен Исаға керексің, ол кім дейді.
содан жүр таныстырамыз дейді былай айтқан кезде. Оның ізгіліктерін, ізгіліктерін, әрине, бағанағы мейірімділігін әрине, соны жеткізеді ғой. мысалы ауырып жүргендер бар, иә, мысалы денсаулығынан айығамай жүргендер, оған да келеді да, сіз Исаның мұғжизасы бар ғой, емдеуші деген. Иә, Иса емдейді, ол емдеуші несі бар, сіз осы жолға, иә, тіпті осы салаға келіп, енді оны орысша айтқан самовнушение дейді, самовнушение ма, әйтеуір жазылып кеткендер де бар. Кейбір кісілер бар, енді бір басында бұл жерде мысалы мен 25 адамнан сұхбат алсам, 25 тағдыр. Басында зерттегенде бізде андай түсінікпен болғанбыз. Бұл басқа дінге кетіп қалған, қазақ ұлтын істеген, исламды кетіп қалды деп. Кейбір кісілер бар, керісінше осы дін арқылы өзінің өмірін дұрыстаған. Мысалы, алкогольге тәуелді болып далаға жатып қалған кісілер болған. Мысалы, күйсіз қалған. Сол кісілер қазіргі таңда адам болып, отбасын құрып, өз өмірін қайта ашқан былай айтқан кезде. Сол үшін бұл жерде енді 25 тағдыр, мысалы, 25 әр адамның өзінің жеке тәжірибесі бар, өзінің тағдыры бар да. Сол үшін жалпы енді әр себеп әртүрлі болғанымен классификация бойынша сіз айтып отырсыз ғой, негізі. Діни сауаттылық, миссионерлік жұмыстар, одан кейін жаңа үйлену процесі бар, осылар ең маңызды. Сосын депрессия, стрессті де қоссақ болады бұл жерде. Бұл негізі мына деструктивті ағымдардың ортасына кіріп кету себептерінің бір эмоционалық манағы не болып келеді? Эмоциялық бір күйзелістер. Иә. Неге десеңіз, қиын жағдай туады басына, сол кезде мына деструктивті ағымдар өздерінің идеологияларын айта отырып, оларды жұмақпен, былайша айтқанда өлімді жиі айту фактісі, оларда негізгі мына деструктивті ағымдардың негізгі белгілерінің бірі өлім культін көп айту. Яғни бұл өмірден суыту мәселелері де бар да негізі. Әрине, әр дінде екі дүние бар, Құдайдың алдында жауап бересің деген негізгі тақырыптары бар. Ол діни мәтіндерінде келеді. Бірақ бұл жерде аса көп айту. Осы біздің мына деструктивті ағымдардың алдын алу кезінде осыларды байқаймыз біз. Енді менің сұрайын деп тұрған сұрағым, айттыңыз ғой, 100% қазақтың шіркеуі дегендей. Соған келетін жас мөлшерлері қандай? Жас мөлшерлері, иә. Енді мен өзімде зерттеуден бірінші біз теориялық несін қарап аламыз, сосын барып практикадан соны салыстырамыз да, айтқан кезде. Теория бойынша да шыны керек, қарт кісі, үлкен кісі, ол қарт кісілер діни конверсия жасамайды деген тұжырым бар, жасаса да өте аз нелері статистикасы. Себебі адам жаңағы 50 жас, 60 жасқа дейін өзінің діни түсінігі қалыптасады. Сол жерде уже ондай адамдар, мысалы, тәуелділікке де неге бармайды ғой, жаңағындай тәуекелге бармайды ғой, айтқан кезде өзгерістерге көп жасағысы келмейді, бір орында қалыпша сол өмірмен өткісі келеді. Енді шіркеуге барған кезде бізде байқағанымыз жастар өте көп. Мысалы, біз енді 16 жастан бастап қой, бұл айтқан кезде, бірақ кәмелет болмағаннан кейін ол кісілерден сұхбат алған жоқ. Одан кейін зерттеу мәселесіне бір этикалық проблемалар туындайды деп, 18-ден бастап 40 жасқа дейінгілердің саны өте көп. Мысалы, кәрі кісілер болды, бірақ салыстырмалы түрде аз, бұл айтқан кезде. Сол үшін жастар, орта жастағылар діни конверсия жасауға бейім келеді. Себебі бұл әрқашан ізденіс үстінде өз орнын тапқысы келеді, айтқан кезде. Бірақ мынадай да тенденция бар. Өте жас 18-25 аралығындағы жастарда бұл тербелмелі діндарлық деп айтылады. Бұл кісілер басында қызығушылықпен келеді, одан кейін ол қызығушылығы басылуы мүмкін, немесе рационалдық таңдау теориясы деген бар. Адам өзінің бір мәселесін шешу үшін дінді таңдауы мүмкін. Ол қаржылық болуы мүмкін, немесе экономикалық, әлеуметтік, немесе психологиялық. Мысалы, бұл байқасаңыз, біздің
әншілерде де көп кездеседі, байқадыңыз ба? Иә, Ажырасқан кезде орамалға келеді, блогерлар, иә, сосын стрессте жүрген кезде осы исламға келеді, иә, бірнеше әншіні айтуға болады қазір. Орамалға келеді, сосын стресстен шыққаннан кейін қайтадан шешіп тастайды, бұрынғы өміріне қайтып келеді. Бұл жерде ол кісі сол неден шығу үшін бір үміт, бір сабырға келу, иә, ойлану деген сияқты, өзінің жанын тынышталдыру. Сол сияқты жастардың арасында бірнеше дін ауыстырғандар да кездеседі. Бір шіркеуге барып көреді, ол ұнамаса мынаған барып көреді, иә. Сондай мәселелер кездеседі. Ал 25-30-дан асқаннан кейін ақырын тұрақтала басталады бұл мәселе. Рационалды түрде ойлау, сыни ойлау қалыптасады, бұрынғыдай не істемейді. Бірақ негізі 16 мен 40 жасқа дейінгілердің арасында діни конверсия жиі кездеседі, салыстырмалы түрде. Менің бір байқағаным, бана сіз айттыңыз ғой, классификация бойынша мына миссионерлік, яғни уағыздау, осы бағыт өте көп әсер етеді деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз жергілікті жерде діни бірлестіктермен қызмет жасаймыз. Сол кезде кейбір біздің қазақ ұлтының азамат пен азаматшылары бірінші мешітке барады екен. Сонда фактілер болған. Мешітте өте көп адам келіп жатқан. Оның қайсы біріне банағыдай жақсы жылу қабақ танытып отырып жатады мысалға. Имамдардың неше түрлі қызметі бар, білесіз. Сөйтіп отырғанда ана адамдар көңіл бөлінбей қалады екен. Содан көңілі қалып, менің негізгі рухани банағы қалай айтам, рухани сұранысымды қанағаттандырған жоқ деп, басқа діни бірлестіктерден іздеп, басқа діни бірлестіктерге барғанда олар өте аз адам бір жағынан өз-өзін ұстауы, сөйлесу өте жұмсақ болады. Мен білем, басқа діни бірлестіктерден сөйлескенде. Солар өзінің жүрегіне жағып, міне мен іздеген жерім осы екен деп келіп жататын факторларды байқадым. Бір сізге мен қазіргі кезде қызық статистика айтайын. Жаңа үлкен кіші діни ғимараттар деп жатырмыз ғой. Қазір Астананың өзінде, иә, енді бір-екеуі ауысып кетуі мүмкін, енді статистика нақты 10-ға жуық мешіт бар, 40-тан астам шіркеу бар. Астананың өзінде? Астананың өзінде. Көрдіңіз ба? Біз, мысалы, мұсылман қауымын айтайын да, мұсылманды, біздің муфтият алады да үлкен мешіт салып қояды. Ол үлкен адам жамағатпен барлығымен жұмыс істей алмайды ғой. Иә? А бұл діни бірлестіктерде, шіркеулерде кішкене шіркеулер. Саны аз келеді, бірақ оны игеруге күшті да. Ол жамағатпен тұрақты жұмыс жасайды, ол жамағатпен шай іше алады бірге, иә. Мен қазір бізде де магистранттар, өзіміздің студенттер бар, муфтиятта жұмыс жасайтын. Мен айтып жүрем, сіздер неге кішігірім мешіт салмайсыздар? Қазір мына зайырлықпен бір проблемалар туындайды ғой бізде мемлекеттің неде, иә, мысалы университетте немесе жаңағы әкімшілікте, мемлекет қызметкерлерде діни рәсімдер, ритуалдар жасауға болмайды дейді, иә. Сол акиматтың қасына кішігірім мешіт салып қой. Университеттің қасына кішігірім мешіт салып қой, иә. Кішігірім, үлкен керек емес, анау кіргенше уақыт өтеді, иә, былай айтқан кезде адамдар үлгере алмайды. Кішігірім. И мынадай нәрсе бар да, әр мешіттің өзінің жамағаты болады ғой. Иә. А біздің Астананың үлкен мешіттерде ол жамағат деген жоқ деп айтса болады, иә. Өйткені көп адам келеді, үлкен ғой. Енді ол басында салынды кіріп кету, иә. Ол бізде үлкен мешіттер көп, бірақ кішігірім райондарға, мысалы, аймақтарға, университеттің қасы немесе бірлестіктерге менің ойымша осындай мәселені шешуге болады, шешу жолы ретінде ұсынар едім. Содан кейін бізде жаңа үлкен мешіттерде әрқашан үлкен іс-шаралар өтіп жатады. Содан кейін келген кісілерге көбінесе уақыт бөлінбей жатады сұрақтарына. Мысалы, мен де көптеген сұхбат алып қалған кезде сұраймын, сіздер неге мешітке бармадыңыздар дейді. Бардық дейді. Ол кісілердің уақыты жоқ, тағы басқа дейді. Мысалы, сол кезде жақсы көңіл бөлінсе, мысалы, мешіттің ішінде, мүмкін ол кісі қазіргі таңда мұсылман болар ма еді, иә, мүмкін. А бірақ бізде жаңағыдай үлкен мешіттерде үлкен іс-шаралар өтеді, сол үшін уақыттар болмай жатады көбінесе, иә. А мына жақта кәдімгідей шай ішіп сұхбаттасады. Қазіргі таңда шыны керек, иә. Бізде уақыт
аздығынан үлкен қалалардың ішінде, Астана, Алматы сияқты адамдар сырласқысы келеді. Бір ішіндегісін айтқысы келеді. Кейбіреулердің достары болмауы мүмкін, иә. Осы кезде ол жаңағы кішігірім шіркеулер өте бір отбасы болып сөйлеседі. Көрдіңіз ба? Отбасы деңгейінде бірге шай ішу, тамақ ішу, иә, мысалы, серуендеу, тағы басқа нәрселерді жасайды. Сол үшін бұл жақтарда бұл адам ол жерден шыққысы келмейді. Одан кейін мен өзімде шіркеулердің ішінде болдым ғой. Сол кезде бұл жерде андай концерт сияқты өтеді. Өлең айтылады, жаңа Құдайға мадақ ретінде, иә, былай айтқан кезде. Үй шыққан кезде бір адам жақсы көңіл күймен шығасыз, иә. Себебі адам концертке барғанда демалады ғой. Әсіресе шәмшінің әндеріне барғанда демалып шығады ғой үлкен кісілер. Ана жақтан да солай шығады. Одан адам барғысы келіп тұрады, иә. Ал кейде бізде мынау адамның көптігінен үлкен мешіттерде ондай әсер ала алмай қалуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Қазіргі таңда жаңағы шаршап жүрген кредиті көптер, мысалы, иә, екі жұмыста істейтіндер, ол кісілерге осындай ішкі сырын ақтаратын орталар керек. Бұны ғылымда діни әлеуметтену дейді. Әлеуметтену процесі бар ғой. Бұл енді кішкене жаңа тақырып, осы тақырыпты да соңғы кезде қарап жүрмін. Бізде діни әлеуметтенетін орталар аз. Мысалы, мен өзім Түркиядан бітірдім докторантураны. Түркияның кішігірім жаңағы райондарында мешіттер бар, үлкен кісілер отырады көбіне. Олар шай ішеді, ол жерде сөйлеседі, таңнан кешке дейін сол жерде жүреді. Сол кісілермен өзін әлеуметтенеді, дін туралы сөйлеседі, мешіттің айналасынан шықпайды. Кітапханасы болуы мүмкін мешіттің астында, сол жерде жиналады деген сияқты ғой. Ал қазіргі біздегі діндарлардың әлеуметтенетін жері бар ма? Дін туралы біреумен сөйлескісі келуі мүмкін, иә. Сол позицияға кірсеңіз. Христиан бағытындағы шіркеулерде бар. Көрдіңіз ба? Сол мәселе қазір әлеуметтену мәселесі жоқ. Содан кейін ол басқа ағымға да кетіп қалуы мүмкін. Мысалы, қазіргі исламның деструктивті ағымдары бар ғой. Олар өзінің үйлерінде шай ішеді, өзінің кафелері бар, ресторандары бар, сол жақта отырып әңгімелеседі. Өзінің жаңағы лидерлерінің уағыздарын айтады сол жерге. Олар қатты бір ұйымшыл болады да. Ал бізде мешітте көп адам болғаннан кейін оның бәрін игере алмайды. Сол үшін менің ойымша болашақта осы діни әлеуметтенетін жерлерді көбейту керек сияқты, егер бір қазақы дәстүрге сай діндарлықты сақтап қалғымыз келсе. Өте дұрыс, өте дұрыс. Жалпы енді мен бір байқағаным, осы діни конверсия, яғни басқа дінге өтуі әсіресе. Мына жастардың қазіргі уақытта өте бос болғысы келетіндігі. Яғни өзінің не кисе де соны киіп, қандай сөз айтса соны істеп, өзіне ұнайтын, әр уақытта барғанда өзіне ұнайтын нәрсені істегісі келетін сондай қоғам, жастар қалыптасқан секілді болып көрінеді маған. Мен өзім білем деген сияқты. Енді бұл осы дін саласындағы мәселеге, мысалға, басқа діни бірлестікте бана сіз айтқандай өлең айтылады. Жақсы манағы көңіл күй, ол жерде орамал тағу керек, тағы да басқа әуретің жау керек деген мәселелер жоқ. Мына жастардың көбісі соған бейімделіп, банағы сол діни бірлестіктер таңдай ма деген менде бір. Енді бұл діни бір ғылыми түрде дәлелденген нәрсе емес. Мен өзім діни бірлестіктен көргенім. Діни бірлестікке барғанда банағы фотолар тұр. Сонда бүкіл жас қыздар, қазақ қыздар түскен. Сонда сұраймын ғой, мынау сіздердің сонда келушілеріңіз бе деп? Иә дейді. Сонда ойыма ой түйілді. Яғни қазіргі жастар шортимен, мысалға, өте ашық, жеңіл, сөйтіп жүре бергісі келетін секілді жастар. Сол бойынша сіз бана кезіктірген жоқсыз ба? Бұған ұқсас нелер көбінесе мынау Иран, Түркия, араб мемлекеттерінде, сіз айтып қалдыңыз ғой, ислам дінін ауыр дін ретінде қабылдайтын кісілер бар. Әсіресе мен кезінде ойлайтын, мысалы, Түркия жерінде, араб жерінде олар исламды жақсы біледі. Бұлар христианға өтпейтін шығар деп. Бірақ
зерттеулер, мысалы мен қазір Түркияда шыққан діни конверсияға қатысты бүкіл зерттеуді қарап шықтым. Бүкіл зерттеуде христиан дінін қабылдаған түріктердің ішінде қызық мәліметтер, басым бөлігі Құранды жатқа білетіндер. Сосын мен себебін іздеймін ғой. Сөйтсем, бұл енді анау Түркияның ішінде көптеген жамағаттар бар ғой. Иә. Сол жамағаттардың балалары екен. Балаларын кішкентай кезінен Құран жаттатқызып тастаған. Қазір мына бұл жерде екінші тақырыпқа кіруге болады. Жаңа қазір балаға дінді үйрету керек пе, үйретпеу керек пе деген мәселе. Балаларын қатты Құран жаттатуға не істейді? Бала ойнайтын шақта оған Құран жаттатқызып тастайды. Таңертең ұйықтайтын кезде оны ерте намазға деп оятып алады. Содан бала, ол жаңағы бұл жерде балада стресс пайда болады. И ол бала оны ислам дінін жек көріп өседі. Құранды жаттай беру мүмкін, бірақ әр нәрсе өзінің нормасымен болу керек қой. Бұл жерде Құранды немесе исламды жамандау емес. Бала ойнайтын кезінде ойнау керек. Оны Ибн Сина да бүкіл бала тәрбиесі туралы еңбектеріне жазып кеткен. Бала жүгіру керек, оның денінің саулығына пайдалы. Қарилар шығарамыз деп кішкентай балаларды жаңағындай оқытқан, жаттатқызған осы діни жамағаттар. Банаға өзінің қалауынан тыс, қалауынан тыс, иә. Содан бұл бала 18-ге толған кезде тастап, жаңағы исламға деген жек көрініштерінен әдейі христиан дініне өтеді. Ол жерде сіз айтқандай еркіндік, өлең айтқысы өлең айтады, бұл айтқан кезде өзінің ішкі нелерін шығарады. Бұл әрине жаңағы муфтият сияқты кісілердің балалары емес, көбінесе жеке жамағаттың нелері. Осындай мәселелер жиі кездеседі. Енді бізде де қазір анау деструктивті исламдық ағымдар бар ғой. Менің ойымша да болашақта ол кісілердің де балалары не қатты бір діндар болады деп айта алмаймын, егер күшпен қинай беретін болса. Сол үшін бізге қазір кезде дінді балаға үйрету, енді дін исламда да ол балиғат жасына толған балаларға парыз етіледі ғой. Кішкентай кезінде оны сауатты діни білім беру керек сияқты. Бұл жерде өзінің нормасына сай ойнайтын кезде ойнатып, немесе жаңағындай жаттай алатын мүмкіндігін жаттатқызып деген сияқты, егер діни білім берем десе. Ол үшін бізге қазір діни педагогтар қажет. Осы мәселені нормасын анықтайтын балаға, неше сағат дін үйрету керек, ауыр жаңағы тақырыптарды енгізбеу керек деген сияқты. Әйтпесе бұл проблема бізге де туындауы мүмкін. Діни педагогтар деп дұрыс айттыңыз. Діни педагогтар бізде Қазақстанда бар ма? Онда салада оқып отырған, яғни сол бағыттай алатын. Өкінішке орай бұндай мамандық жоқ бізде. Бірақ Түркияда осындай мамандық бар. Дін эйтімі дейді. Өте қажет, мен сізге айтайын. Өте қажет діни педагогтар қазір. Осы мәселені көтеру керек сияқты. Енді бізде қазір Нұр-Мүбарак университеті бар, осы университеттерден бұл мәселені көтеріп ашу керек деп ойлаймын. Себебі бізге қазір муфтиятқа осындай діни педагогтар өте қажет. Бізде жазда лагерлер болады балаларды, осы кезде дінді ауыртпалық ретінде емес, қызықтырушы ретінде үйрететін деген сияқты осы мәселелерді көтеру керек сияқты. Өйткені болашақта бізге де келеді бұл мәселе. Діндарлық келді. Келді де. Неге десеңіз, дұрыс айтасыз, бала барғысы келмейді, ойнағысы келеді. Қазіргі уақытта әлеуметтік желі бар. Осының бәрі әсер етеді. Дұрыс айтасыз. Баланы жалпы діннен бездіріп алмау керек. Ол діннің негізгі құндылықтарын беру керек. Негізі бала кезінен діннен гөрі бірінші құндылық, дүниетаным, осыларды беріп, содан кейін барып, соның бәрі негіз дінде бар ғой. Содан кейін барып дінге ұласса, ол дұрыс болады деген. Менде бәріміз әкеміз. Сондықтан осы тәжірибелер бар. Енді мына діни конверсияға оралайық. Діни конверсия жасау, яғни бұл жерде енді түсінікті, біздің қоғамымыз көбі мұсылман болғасын, осы қоғам әсер етеді, басқа ұлттардың, осы басқа дін өкілдерінің мұсылман болуы. Енді өзіміздің қазақ ұлтымыз 1000 жылдан бері исламдың ұстанып жатқан салт дәстүрмен егіз ұғым болған ислам діні деп айтамыз. Енді бұл егер де басқа дінге өткен жағдайда ол жастың
мысалы жас өспірімдер, жастардың ары қарай тағдыры қалай болмақ? Мысалға, оның ары қарай қазақи құндылықта қалыптасуы, бірегейлігі, осы мәселе болмай ма болашақта? Неге десеңіз, егер де біз идеологиямыз, негізгі бағытымыз өзіміздің ата-бабамыз ұстанып келген ұстанымнан алшақтап кететін болсақ, біз тұғырлы мемлекет боламыз ба деген мәселе бар. Осы мәселені қозғаңызшы кейінірек. Осы өте қызықты мәселе бұл, шыны керек. Мынау басында мен ойладым, неге қазақтарға қатты акцент жасалып жатыр бұл бірлестіктерде? Әйтпесе біздің елде орыс ұлты да бар, украинда бар ғой. Неге қазаққа акцент жасалып? 100 ұлт бар ғой бізде. Бірақ қазаққа қаттырақ акцент жасалып жатыр. Соны, осы мәселені көтеріп, мен тереңірек қарап едім. Сөйтсем, біздегі жаңағы орыс ұлты, неміс, поляктар, олардың енді Қазақстанда шыны керек болашағы, бұл ұлттардың болашағы бір қатты үлкен болашағы бар деп айта алмаймыз. Себебі қазір туылу деңгейі қазақтарда өте көп, Қазақстандағы орыстарда аз. Жаңағы өзге айтқан ұлттарда көшіп жатыр, одан бөлек туу деңгейі де аз. Отбасына 1-2 бала. Қазақтарды әлі күнге дейін қазіргі уақытта көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр. 4-5 баладан. 4-5 баладан, Қазақтың болашақта Қазақстан болғаннан кейін бұл қазақ ұлтының мемлекеті болып қалады. Бұл ұлттар, жеке ұлттар енді өмір сүреді. Яғни біздің қазақтардың көбеюі заңдылық қой? Заңдылық, бұл енді үлкен заңдылық нәрсе. Сол үшін енді мына кісілер көшіп жатыр, одан кейін туу аз, бұл шіркеулердің де дамуына әсер етеді. Саны азайып кетеді. Егер бір қалада, мысалы кішігірім қалада, өзіңіз білесіз, 50-ге толмаса, ол шіркеу жабылу керек. Саны келушілердің, заңда тіркелген келушілердің саны. Содан кейін бұлар егер қазақтарды өз жаңағы шіркеуіне келтіретін болса, оның балалары да келетін болады. Бұл атқанда бұл шіркеудің болашағымен тікелей байланысты. Ал қазіргі таңда білесіз, салт дәстүр деп жатырмыз, өзіміздің ұлттық құндылық деп жатырмыз. Енді бұл кісілер қазір шыны керек бұрынғыдай басында орыс тілді, орыстармен араласқан адамдары осы шіркеуге жақын болса, ұлттық құндылық жоқ. Қазір шыны керек қазақ қоғамында қазақылық өсіп келе жатыр, қазақ қоғамында. Енді бұл шіркеулер, енді атын атап түсіністемей қойық, кейбір шіркеулер қазақы құндылыққа сай шіркеулер қалыптастырып жатыр. Байқадым мен оны да. Мысалы, Алла деп атайды олар, Құдай деп атамайды, Алла деп атайды. Құдайға шүкір дейді, жаңағы ас қайыру, бәрі қазақтың оюы, шіркеулерде бешбармақ жеуі мүмкін, мысалы, көрдіңіз ба? Қазір кейбір шіркеулердің ішінде бұл да трансформациялану болып трансформация бұл бізге бейімдеп жатыр. Себебі біздің қоғам сондай қоғам болғаннан кейін, оған бейімдемесе, не бар, қазақ тілінде көп ғылыми терминдер дамымаған, бөтенсу деген теория бар да. Мысалы, сізге бөтен нәрсеге сіз жоламайсыз. Бірақ сізге жақын болса, сіз оны ақырын оны қабылдауыңыз мүмкін. Сол үшін жаңағы қазір шіркеудің тарататын кейбір парақшаларында жаңағы ұлы дала деген сөздерімізді қолданады, ұлы дала анасы деген, кәдімгідей біздің қазақтың бейнесіндегі суреттерді көп қолданады. Көрдіңіз ба? Исаны қазақ қылдырып қояды, шапан кигізіп қояды, мысалы, сондай суреттер бар шіркеулердің ішінде. Бұл шіркеулер әрине адамға қабылдауға жеңіл қабылдайды. Сол үшін бұл кісілердің ұлттық құндылықтарын сақтай отырып, христиан дінін жаңа бір трансформациядан өткен бір христиан бағытын қалыптастырып жатқан сияқты болып көрінеді. Ал біз мына жақта керісінше мынау ширк, мынау не деп исламнан үркітіп жатырмыз. 1000 жылдық тарихы бар, көрдіңіз бе? Бұл жерде үлкен мәселелер бар. Біз өзіміздің дәстүрімізге сай нәрселерді керісінше жоқ қылдыруға тырысып жатсақ, мына кісілер оны пайдаланып өз діндеріне жақындастырғысы келіп жатыр. Көрдіңіз бе? Үлкен мәселе негізі.
тіпті менде қызық сұрақтар болған ол жерде, иә. Жаңағы мысалы біреу қайтыс болса, Құран оқылса, не істейсіздер? Отыра береміз дейді. Оның бір зияны жоқ дейді. Толерантты, ол ішімізден біз де қол жайып дұға жасаймыз. Ол өз құдайын, біз өз құдайымызға жасай береміз. Ол жерде шум шығарудың қажеті жоқ дейді да, бұл бөлінеді. Сосын енді ол сөздің ұяты жоқ, сүндеттеу мәселесінде сұрадым. Тазалық үшін оны да істей береміз дейді, мысалы, сүндетке отырғыза береді. Ол медициналық тұрғыдан да дұрыс нәрсе. Иә, ол бір қатты проблема шығармайды да одан. Көрдіңіз? Қатты бейімделіп тұр екен. Өйткені біліп тұрды, егер ондай мәселелер тыйым салса, халық алыстай бастайды. Іріткі болады, шум болады деген сияқты, одан кейін бұл мәселелер күрделеніп кететінін біледі. Сол үшін оны қабылдай салады, былай айтқан кезде. Осындай мәселелер бар. Сонда христиан дінінің өзінің бір белгіленген шекараларына шыға беру деген мәселе келе ме бұл жерде? Бұл жерде ислам дінінде былай ғой, мысалға 14 ғасыр бұрын түскен Құран үкім өзгермейтін үкімдер бар, өзгеретін үкімдер бар деген сияқты. Осы жерде ашықтап кетіңізші, христиан дінінде мысалы әсіресе. Бұл жерде енді христиан діні дегенде де қазір ағым көп қой христиан. Бұл жерде ағымдар туралы мәселе, жаңа діни ағымдар туралы мәселе. Енді қазір орыс православ шіркеулері олай істеп жатыр деп айта алмаймыз. Жаңа діни ағымдар көбінесе осы мәселелерді көтеріп жатқан. Қызық статистикалар екен. Жалпы біздің осы мәселеде негізі бас ауыртуымыз қажет. Дұрыс айтасыз, банағы қазақи құндылықты дәріптейтін, соның ішінде қазіргі уақыттағы өзіміздің заманға сай біздің мына ислам дінінің мұсылмандар діни бірлестігінің де жұмыстарын жандандыру, банағы айтқан рационалды қарау, мешіттер әсіресе деген сияқты көп жұмыстар жасауымыз керек. Енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қолдан келгенше барынша істеп жатыр ғой. Жалпы діни сауатты болуымыз керек қой, әрқайсымыз. Енді Қазақстанда діндарлықтың артуына әсер еткен басты қандай әлеуметтік, экономикалық, саяси факторларды атай аласыз? Діндарлық па, діни конверсияға байланысты ма? Діни конверсияға да байланысты. Бізде жаңа атап өткендей, діни конверсияға ол жаңағы діни плюрализм дейді ғой, діни алуандылық. Егер бізде жаңағыдай шыны керек 18 конфессия емес, 2-ақ конфессия болса елде. Ислам діні, ханафи мазхабы, орыс православ діні болса, конверсияда аз болушы еді. Көрдіңіз бе? Бізде діни алуандылық өте көп. 18 конфессия бар. Бұл 18 конфессия әрине бұлардың негізгі мақсаттары өзінің діни жамағаттарын көбейту. Сол үшін бұл кісілер көбінесе миссионерлік жұмыстар жасайды. Миссионерлік жұмыстар жасайды. Тіпті жаңағы ер адамдар әдейі дінге қатысы жоқ адамдармен отбасын құруы да мүмкін. Сосын өзінің бағытына келтіреді. Бізде қазір керісінше ғой, бір ислам дін бойынша өмір сүретін адам ислам дін бойынша өмір сүретін қызды алады, дін жолында жүрген қызды алады. Дін жолында емес қыздарға көбінесе жолақысы келмейді. Бұл жерде керісінше болатын сәттерде болады. Керісінше, мысалы, христиан болған бір қазақ жігіт христиан емес қазақты алуға тырысады, әйел қызды. Болашақта бәрібір, өйткені мынадай зерттеу бар, мен осы конверсияға қызыққаннан кейін көп нәрсені зерттей беріп, ер мен әйел үйленсе, кімнің дініне өтеді деген зерттеуді қарадым. Сөйтсем, Америкада бұл зерттеу жасалып қойған екен, 1700 жылдар жасалып қойған. Біз енді қарап жүрміз ғой. Сөйтсе, көбінесе ер адамның дініне өтеді екен. Өйткені әйел адамдар, ер адамдың статусы, ер адам ақша келуші, отбасын қараушы деген сияқты. Басқарушы бұл статус бәрібір әсер етеді екен әйел адамға. Енді әйелінің дініне өткендер де бар, әрине, бірақ олар әйелінің діні жаңағы өте үлкен дін болса, сондай жағдайлар кездеседі екен. Мысалы, шіркеу өте үлкен, жаңағы
мықты беделді шіркеу болса соған өтуі мүмкін. Бірақ көбіне статистикада ер адамның дініне өтеді. Енді біздер өзіміздің ауылымыз бар, аудан деңгейіміз бар, қала деген сияқты, облыстық деген сияқты. Қазіргі кезде қалалық және ауылдық жері дін ұстану деңгейі айырмашылық бар деп ойлайсыз ба? Егер болса, қандай айырмашылықтар байқап жүрсіз? Әрине, бізде жаңа айтып өттік қой, қалалық адамдарда депрессия көп болады, ауылдық адамдарға қарағанда. Қалада суета деп адамыз ғой. Иә, қалада шаршау. Мысалы, қазір бір ауылдың адамын алып келіңіз, алыңыз да қаланы бір айналдырып шығыңызшы. Ана кісі шаршап, бас ауырып, сөйтіп қалады. Ана темпқа шыдамайды да. Ауылға қайтамын деп. Ауылға қайтамын дейді. Бізде ана қаланың темпі өте жоғары ғой. И бұл темпте жүреміз біз. Бір жыл бойы отпускаға дейін осы темпте жүреміз. Ол ақырын әсер етеді. Тіпті бізде кептелісе тұрудың өзі адамға стресс қой. Стресс. Біз оны өзіміз байқамаймыз. Қазір адамдар енді көлік жүргізсеңіз, стрессті жеңу үшін телефонға үңіліп кетеміз. Иә, телефон бар. Бұлардың бәрі біздің қазір қоғамда, жаһандану, модерн қоғамның бізге әкелген проблемалар ғой. И осыдан шаршаған уақытта бізде жаңағыдай жарылатын кездер болады. Шаршаған кезде бұл шаршап келген адамдардың үйінде де ұрыс-керістер көбірек болуы мүмкін, былай айтқан кезде. Сол кезде адам бір күшке жаңағы дұға тілеуі мүмкін, іздеуі мүмкін, Сол үшін қалалық аймақтардың адамдар көбіне дінге жақынырақ болатын сияқты бұл жерде. Және де бізде ең мықты жаңағы мешіттер, шіркеулер көбінесе қалалық жерде орналасқан. Сол үшін жақсы мамандар, жақсы миссионерлер, және де қазіргі таңда миссионерлердің өзі көбісі не емес, көбіне қалталы, болашағы бар адамдарды өз қатарына қосқысы келеді, ауылдағы адамдарға қарағанда. Сол үшін конверсия көбінесе қалалық аймақтарда көп кездеседі, дінге келу. Енді қазір қарасаңыз, кейбір ауылдарда шыны керек бізде мешітте, шіркеуде жоқ ауылдар көп қой. Олар өз өмірімен күнделікті жаңағыдай түстен кейін ұйықтауы мүмкін ол кісілер, малмен отырған кісілер, мысалы ауылдық аймақтарда. Бұларда аса қатты бір не байқалмайды, бірақ қаланың адамдары дінге жақынырақ. Енді бана бір әңгімеңізде қозғадыңыз, көпшілікке танымал тұлғалардың, әншілердің, блогерлардың, басқа да танымал тұлғалардың дінге бет бұруы қандай реакция тудырады біздің қоғамда? Осы бойынша бір зерттеулер жүргізіп қарадыңыз ба? Мынау Хосе Казанова деген америкалық ғалым бар, дін социологы. Сол кісі айтады, қоғамдық дін деген еңбегі бар, қоғамдық дін. Қазіргі кезде қоғамда діндарлар бұрынғыдай емес, өте белсенді дейді. Бұрын, мысалы, жаңағы кеңес үкіметі уақытында, немесе Европадағы кезде діндарлар кішкене бір саты төмен тұратын, діндар емес адамға қарағанда. Себебі діндар емес адамдар ақылды, ол кісілер білімді, ғалым адамдар болады, ғылыми неге сүйенеді, мына кісілер келесіне жаңағы тек дінге ғана сүйенеді деген мәселелер болатын. Бірақ бұл кісі бұл еңбегінде бұны жоққа шығарады. Қазіргі қоғамда, модерн қоғамда діндарлардың арасынан да көп ғалымдар шығады, діндарлардың арасынан да депутаттар, қоғамдық белсенділер шығады дейді. Қазір қарасаңыз, депутаттардың арасында да діндарлар бар ма? Бұл бізге келді уже. Бұл кісі осыдан бір 20-30 жыл айтқан еңбегі біздің қазақ қоғамына енді келіп жатыр. Қазір біздің депутаттардың арасында да бар, мысалы діндар адамдар. Одан кейін жаңағы қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеретін де діндарлар бар. Сол үшін бұл жерде атақты кісілердің дінге келуі оның артынан ерушілерді көбейтеді. Енді бұл тәжірибе бізде де бар, білесіз, кезінде біраз ақын жазушылар осы салаға кірген кезде артынан біраз шәкірттері ерді бізде. Сол үшін атақты кісілердің дін саласына келуі, дінге келуі артынан қаншама
өзінің жақтаушыларын алып келуі мүмкін. Бұл көбінесе миссионерлер бұны жақсы қолдануы әбден мүмкін қоғамда, былай айтқан кезде. Сол үшін қазіргі біздің қоғамда керісінше муфтият қазір осы тәсілді қолданған дұрыс деп ойлаймын өзім. Егер муфтияттың несін көтергісі келсе, деңгейін, атағын, осы мәселелерді қолға алу керек. Енді қараңызшы, діндарлықтың экономикалық белсенділікке, яғни еңбек қатынастарында көбінде сауда-саттыққа, қоғамдық тамақтандыру, ашу, осындай секілді манағы қызмет көрсету салаларына кетіп жатады діндарлардың көбісі. Бұған не етер едіңіз сіз? Енді шыны керек қазіргі таңда жаңағы мәселе ғой, мемлекеттік органдарда, университеттерде, тағы көптеген орталықтарда оның діни ритуал жасауына кедергілер көп. Ол діндар адамға бұл ыңғайсыз. Мен тіпті біздің енді бұндай кейстер, нелер өте көп. Кейбір оқиғалар болған, мысалы мықты орамалдағы кісі, Қазақстанда жұмыс жасап, оның жаңағы діни ритуал жасайтын жер бермегеннен, ол басқа бір мемлекеттің елшілігіне жұмысқа кіргенде, елшілік кішігірім орын жасап берген ол кісіге. Бірнеше тіл білетін кісі. Біздің мемлекетке қызмет еткенде ондай мүмкіндік болмады, ана елшілігі жасап берген екен, былай айтқан кезде. Адамның құндылығы адам жоғары тұрады да оларда мысалға да. Осындай мәселелер қазір бұл енді зайырлық не мәселелерде ара қатынасы ғой бұл жерде. Сол үшін қазір кезде біздің жаңағы шыны керек мынау не бар ғой, енді деструктивті исламдық ағымдағы кейбір өкілдер бәрі бизнесте жүр қазір. Бәрінің жағдайы жақсы. Одан кейін мына жамағаттық идеология деген біреу бір дүкен ашса, барлық сол жамағаттың өкілдері алыс болса да сол дүкенге барып алады. Әсіресе мынау қазір халал ет деген бар ғой. Ол кісілердің еттері қатты өтеді негізі. Бір жағынан халалдық жағынан қатты көңіл бөледі ол. Екінші жағы бұл бүкіл жамағат өкілі соған көмектеседі. Олардың бизнестері қатты жүреді. Телефон сататын жерлерде көп байқасаңыз, мысалы. Өте көп. Ол кісілердің де бизнестері жақсы жүреді. И бұл бизнестен түскен ақшаны да осы ағымның дамуына жұмсауы мүмкін. Сол үшін бұл мәселе де бар. Жаңағындай кейде зайырлықты да, зайырлық мәселесінде де жаңағындай кішігірім мешіт, намазханаларды ашу арқылы шешу керек сияқты. Бұл мәселе. Біздер енді зайырлықтың да неше түрлісі болады, клерикалық зайырлық деп атады. Біз Қазақстан қайсысына жатамыз? Зайырлықтың қай түріне? Шыны керек бізде қазір мынау қазақ халқы, Қазақстан, Ресей, орыс несінен бөліндік қой. Содан кейін бізде мемлекетті қалыптастыру үшін ағымдар көбейіп жатты. Сол үшін мемлекет дінді қазіргі кезде діни бірлестіктерді қатты ұстап отыр. Енді ол заң бәріне бірдей ғой. Егер бұны қатты ұстамаса, басқа ағымдар, әсіресе жаңа діни ағымдар қатты жаулап алып кететін еді. Енді біз қазір бөле алмаймыз ғой, жаңа діни ағымдарды қатты ұстап, исламды ақырын ұстамаймыз ғой. Сол үшін барлығына бірдей қазіргі таңда мемлекет бұл нені қатты ұстап отыр. Бұл енді бір жағынан біздің жас мемлекет үшін дұрыс та шығар. Өйткені біз одан айырылып қалуымыз да мүмкін, мысалы. Сол жағдайда. Бірақ бұл мен тоқтамай ақырын бұл заңымызды дамыту керекпіз. Көрдіңіз ба? Заңға тағы да былай айтқан кезде қоғам өзгереді ғой. Бір орында қалмайды, қоғам дамиды. 50 жылда ел жаңа дейді. Мысалға 50 жыл бұрын ата-анамыздың құндылықтары істеген іс-әрекеті қазір қарасаң, біз оның біреуін де істеп жатқан жоқпыз мысалы. Сол сияқты оған дұрыс айтасыз. Сол үшін заңды ақырын өзгерді. Енді өзгеріп келе жатыр деп ойлаймын менің. Өйткені есіңізде болса, ең алғаш орамалды университетке орамалды қыздар кірмейтін. Қазір университетке кіре алады орамалмен. Былай айтқан кезде. Діндарлар көбейген сайын мемлекет те олардың құқығымен санасатын болады. Өйткені ол діндарлардың арасынан да ертең жаңағы бай бизнесмендер шығуы мүмкін. Ол қаншама жұмыс беруші ғой. Көрдіңіз ба? Егер бұлардың саны көбейетін болса, белгілі бір
талаптарды қоя алатын болады. Сол үшін заң ақырын өзгереді, бірақ оған бізге жақсы мамандар керек. Біз әлі маман дайындауда кішкене әлсіздеуміз. Мамандар, мықты юристтар, басқа мемлекеттің тәжірибесін қарайтын айтқан кезде, өйткені мен өз басым Түркиядан, тағы басқа мемлекеттерден мықты білімді орамалда қыздарды көрдім. Ана жақта қара жұмыс істеп жүр. Мысалы, Стамбулда өте көп. Мысалы, документ, құжат тапсыратын жаңағы, вид на жительство алу үшін құжат тапсыратын жерде бір орамалда қыз жүр. Арабтар келсе арабша сөйлейді, ағылшындар келсе ағылшынша сөйлейді, түрік келсе түрікше, орыс келсе орысша сөйлейді. 5-6 тіл біледі. Бірақ паспорттарын копия кісіне жасап отыр да, көшірмесін жасап отыр. Мен барып сұрадым, сіз мынадай жұмысты Қазақстанда да табар едіңіз ғой, мынадай немен. Ол айтады, мен табам, бірақ мені орамалмен алмайды дейді. Мен копия, жаңа ксерокопия жасасам, Қазақстанда мен өте аз ақша табам дейді. Мына жақтағы бұл жасаған жұмысым өзіме жетеді, және де менің діни бостандығыма, сеніміме, діни өмір сүруіме күшті жағдай дейді. Ол Дубайда да бар ондай адамдар. Көп нелер кетіп қалғандар да бар екен да. Әрине осы мәселеде қазіргі таңда кейбір білімді жастарды қолдау керек сияқты. Әсіресе енді бұл біздің муфтиятта болсын, тағы басқа бір жұмыс тауып беру керек. Өйткені ол сыртқа кету де жақсы нәрсе емес, айтқан кезде. Сол үшін бізде қазір білімді діндарлар болашақта көбейеді ғой. Ол әсіресе қыз балаларына бұны жұмысқа алу мәселесі қалай болады? Оны қазір өзекті мәселе. Біз жылда көтеріледі да жауып тастай береміз, бірақ бұл ары қарай енді бұл екінші заңға қайшы келеді. Егер ол кісілерді жай отбасын құрып, карьера жасатқызбай үйде қолдырсаң, жаңағы қазір феминистер көтеріп жүрген қыздарды төмен санау мәселесі қайтадан ортаға шығуы мүмкін. Сол үшін бұл да үлкен мәселе бізде болашақта. Жақын арада 140 балл жинаған қыз бала мысалға. Оны естімеппін. Көрдіңіз ба? 140 балл, яғни 140 сұрақтың 140 баллын жинап, орамалдағы қыз әлеуметтік желіде өте белсенді бана қазір жүріп жатыр. Соны комментарияларды оқысақ, орамал алып не дейсіздер осыған деген сияқты. Сіздер орамал таққанның барлығын надан көресіз деген сияқты осындай қарсы пікірлер бар. Тіпті оған 3 пәтерлік, 3 комнатты пәтер, банаға 3 бөлмелі пәтер берген. Осының бәрі негізі қазіргі уақытта қыз балаларымызға біздің қиындық соғып тұр. Мемлекеттік органда, педагогикалық білім беру орындарында жақсы мамандар өзінің діни сеніміне байланысты, орамалына байланысты. Бұл мәселе болашақта туындайды, міндетті түрде туындайды. Әлі қазір уақытта туындап тұр. Қазірде біздің мекемеге дін мәселесі зерттеу орталығына көп звондайды. Осы дін саласында жақсы жұмыс істемегенмен филологиялық бағыттағы мамандар көп звондайды. Мені жұмысқа ала алмайды, сіздер алмайсыздар ма деген секілді. Осындай нәрселерден туындап отқан көреміз. Енді бұл да негізі мәселе ғой. Мәселе. Қыз балалар әсіресе. Енді бұның барлығы осы кезіндегі деструктивті ағымдардың іс-әрекетінен желкеніш болған. Сол деструктивті ағым сіз айтқандай соған байланысты мемлекеттің өзінің заңдарын күшейткендігі әсер етіп тұр. Енді жалпы осының барлығы діни сауатсыздыққа келіп, діни сауатсыздықтан шығып тұр ғой. Қазіргі діндарлардың дұрыс көрсетпеуі, неше түрлі жағдайлардың туындауы, қоғамның да оларға қарсы болуы, сіз діндарсыз намаз оқисың, бірақ іс-әрекетің осындай деген сияқты барлығы негізі қарап отырсақ діни сауатсыздықтан туындап отырған мәселе. Енді осы діни сауатсыздықты арттыруда қандай қадамдар жасауымыз керек? Енді қазір қазақ қоғамында діни сауаттылыққа байланысты қаншама жыл осы мәселені алып келе жатыр да.
бірақ бір 100% шешті деп айта алмаймыз. Жаңа сіз айтқан сияқты исламды жаман жағынан көрсетіп жатқан немесе былай айтқан кезде бір деструктивті ағымдардан бөлек кейде қазір әлеуметтік желіде біздің осы муфтияттың кейбір имамдары да діннің жаман жағын көрсетіп қалып жатады. Кейде бір айтпайтын нәрселерді айтып, қазіргі қоғамда көтеретін мәселелер, енді сіз өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз, мысалы 4 әйел алуға байланысты мәселелерді көтереді. Оны мысалы біздің қоғам қазір қабылдайтын жағдайда емес, ол мәселе біздің заңымызға да қайшы, былай айтқан кезде, мемлекеттік заңымызға да бар. Сол үшін ондай мәселелерді көтермей, керісінше жаңағы исламның осы тазалыққа үйрететіндігі, ғылым білімге насихаттайтынды, сол жақты ауыртпалық таныту керек сияқты бұл мәселе. Мінез құлық. Иә, сосын шыны керек, бізде енді қазір былай айтқан кезде басым бөлігі ислам дінін ұстанатындықтан, және де жалғыз ғана өзіміздің жаңағы діни басқарма муфтият бар ғой ислам бойынша. Осы жаққа жақсы мамандар тарту, мемлекет осы немен бірлесе жұмыс жасап, муфтияттың беделін арттыру, сол жақтағы мамандардың көтеретін тақырыптарын, мысалы, қазіргі таңда айтып өткен ғылым, тәрбие, білім, ұлттық құндылықтар деген сияқты нәрселерді қайта көтеру керек сияқты. Одан кейін мынадай мәселе бар, қазір мен соңғы кезде көтеріп жүрмін. Біздегі медреселер бар ғой. 9 медресе бар Қазақстанда. Бұл медресе тек қана дінді үйретеді, былай айтқан кезде. Одан бітірген адам имам болып шығады, былай айтқан кезде. Ал бізде дінін үйренгісі келетін қазір жастар бар, бірақ имам болғысы келмейді. Өзі үшін дін үйренгісі келеді. Ол кісілер қайда оқуға болады? Терең үйренгісі келетін, былай айтқан кезде. Ол барып жаңағы нұр-нарыққа түскісі келмейді. Өзінің саласы бар, мысалы, айтишник дейік, или немесе бір заводта істеуі мүмкін, немесе мұғалім болуы мүмкін, мысалы. Оның ұшқыш болғысы келеді, бірақ дін үйренгісі келеді. Бұл кісілер қалай үйренеді? Осы тақырыптар қазір осындай жастар көп, имам немесе осы саланы терең зерттеп ғалым болғысы келмейді, бірақ өзі үшін үйренгісі келетін адамдар бар. Осыған жүйелі түрде білім беретін. Иә. Терең білім беретін. Анандай курстар оған жетпейді. Имамдарға барып, тек келіп кету емес, жүйелі түрде білім беретін орталықтар, осы айтқанда. Енді қазіргі таңда бір Түркияның тәжірибесі бар осы неде. Оларда лицейлер бар. Имам Хатип лицейі дейді. 6-шы ма 7-ші сыныптан қабылдайды. Сосын ол жерде дінмен бөлек кәдімгі сабақтарды өте жақсы оқытады. Ағылшын, физика, математиканы жақсы оқытады. Ол оқушылар 11 бітіргенде қаласа имам болып кетеді, қаласа басқа нені де алып кетеді. А бізде қазір медресе бітіргендер барып математикаға түсе ала ма? IT-ға түсе ала ма? Білімі жете ме оған? Бұл сұрақты. Оны біз қазір колледжден кейін қылдырып тастадық, Көрдіңіз ба? Осы мәселелерді біз қайта қарау керек сияқты, және де колледж бітіргендердің қаншасы имам болып жатыр, қаншалықты сапалы имам шығарып жатыр. Осы мәселелерде үлкен мәселе. Осы көптеген мәселелер бар. Осы мәселелерді көтеріп, қайтадан ақырын жобаларын жасау керек сияқты, мен ойымша. Енді діни сауаттылық сол кезде көтеріледі. Ал біз қазір діни сауаттылықты тек жаңағындай имамдар жасау сияқты көтеру емес. Тек уағыз емес дейсіз? Анау не бар еді, Түркияда Фуат Сезгин деген кісі бар. Сол Германияда жүрген кезде жаңағы немістер, ой, ислам артта қалған, мұсылмандар артта қалған деп айта береді екен да. Содан ол кісі ашылған Түркияға келіп, исламның ашқан ғалымдарының, ашқан жаңалықтарын іздеп, 4 томдық па 5 томдық кітап жазады, зерттеп. Қазір музейі бар, жаңа Стамбул қаласында, осы ислам ғалымдарының ашқан жаңалықтары байланысты. Үлкен.
сол сияқты қазіргі таңда шыны керек біздің қоғамда исламофобиялық көзқарастар да көбейіп келе жатыр. Байқап отқан шығарсыз әлеуметтік желіде тағы басқа. Бұл дегеніміз болашақта да көбейеді. Екіге бөлінеді қоғам. Болашақта исламофобтар да болады, атеисттер де болады бізде. Бұған бәріне дайын болу керек. Тіпті шыны керек атеисттер болашақта Нұр-Мүбарак университетінен де шығатын болады. Дайын болу керек. И соған ол қалыпты жағдай. Бұдан шошудың, не істеудің қажеті жоқ. Осындай нәрселер болады біздің қоғамда болашақта. Бұл зерттеулердің зерттеулердің қоғамның бұл діннің шарықтау шеңі бар, сосын діннен шаршау болады, Қазір діннен шаршау деген нәрсе бар. Әсіресе араб мемлекеттерінде болып жатыр бұл. Болып отыр, көріп отырмыз, Көрдіңіз бе? И ол болашақта бір енді 50 жылдан кейін бізде де болуы мүмкін, 100 жыл ма енді ол бір Құдай біледі, бірақ бұл болады. Сол үшін қазір бізде мынау қоғам, жаңа бізде мемлекеттен бөлінген, зайырлы қоғам, әр адамның діни түсінігі бар, И қазір жаңағындай исламды оқуға атеисттер де түсуі мүмкін да. Көргім келеді, ал мен осы дінді оқуым келеді, ал маған мүмкін бірдеңе беретін шығар. Ол ізденісте жүрген адамдар ба? Оны қабылдамай қоюға сіздің праваңыз, құқығыңыз жоқ. Немесе исламды оқып жүріп, ол жердегі бір адами факторлар, ол жердегі мұғаліммен болған исламды жек көрушілік факторлар әсер етіп, ол кісі де жаңағы атеист болып кетуі мүмкін оқып жүріп. Ондай факторлар қоғамда қазір жаңа айтып өттік қой, осының алдында да жастар әртүрлі қазір. Бұрынғыдай бір бағыттағы жастар емес, бұлардың ойы өте көп өзгереді. Сан алуан. Сан алуан. Бір күн былай жүруі мүмкін, бір күн былай жүруі мүмкін да. Өткенде де бір жаңа Нұр-Мүбарактағы таныс оқытушы бар, сол да айтып еді. Қазір кейбір жастар бар, мысалы темекі шегеді, тағы басқа, бірақ дінді оқиды, дін жолында жүреді. Прическалар қою мүмкін, шашының үлгілері басқаша болуы мүмкін, сыртына қарасаңыз басқашадан былай қарасаңыз. Көрдіңіз бе? Субмәдениет. Бұл қазір модерн қоғамда келеді, Мысалы, қалыпты жағдайда болып бара жатыр ғой. Қалыпты жағдайда болады, өйткені бір дін психологы бар, сол кісімен сөйлесіп отырғанда ол кісі таң қалады. Бір суретті көрсетеді, мешітте дәрет алып жатқан кісі, денесінің бәрі татуировка. Енді ол өзінің несі да, былай айтқан кезде, жаңағындай шашы розовый мысалы, Көрдіңіз бе? Ондай қазіргі субкультура әртүрлі көзқарас, ой қалыптасады. Сол үшін бұл бізге де болашақта келетін сияқты. И ол кісіні қатты қысып жүрсеңіз, жаңағы стресс, депрессия көтере алмай қалуы мүмкін, діннен алыстап кетуі мүмкін деген сияқты. Сол үшін бұл сияқты жастардың арасында конверсиялар көбейеді, осындай өзгерістер пайда болады. Біздің қалыптасып қалған жүйедегі көрген біздің көзқарасымызға лайықты емес діндарлар пайда болуы мүмкін, Сол үшін бұл қоғам күнде өзгеріп жатыр батыспен. Сондықтан да өзіміздің елдігімізді сақтап қалу үшін, жастарымызға дұрыс бағдар беру үшін ұлттық құндылықтарымызды көп насихаттап, жастарымызға, әсіресе ұрпақтарымызға діни болсын, қазақи құндылықты иммунитет қалыптастыру. Әрине. Сол маңызды. Көп рахмет, Қасқырбек мырза. Сізге де рахмет. Көп тақырыптарды қозғадық, өте маңызды деген тақырыптарды қозғадық, тіпті ұсыныстарды да айттық. Жалпы бұл тақырыптардан тіпті кешке дейін айтып отыруға болады. Сондықтан да сіз келіп сұхбат беріп өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңізге көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермендер, біздер осы діндарлық, діни конверсия, дін ауыстыру мәселелерінде кейбір мәселелерді қозғадық. Сіздердің ойларыңыздағы түйткілді мәселелеріңізге мүмкін жауап берген болармыз. Сондықтан да келесі қандай тақырыпта біз сұхбат жүргізейік, кіммен жүргізейік, осыны айта кетсеңіздер, лайк басып таратсаңыздар деген ұсыныс бар. Қош, сау болыңыздар.